Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданының Қарасөз ауылында дүниеге келген. Мақатаевтың азан шақырып қойған есімі Мұхамбетқали. Мұқағали кішкентай кезінде әжесінің қолында өсіп, өз анасын жеңге деп атап кеткен. Балалық шағы соғыспен қатар өткен тағдырларын ащы дәмін ерте тартқан. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы қайтыс болған. Алаңсыз күлкісіз соғыс ойлаған өзге де құрбы құрдастарымен бірге өмірдің қиыншылығын көрген. Мұқағали Мақатаев 14-15 жасында ақын болуды тура көздеген. Қалың кітаптарды үйіп тастап шаршамай шалдықпай оқыған. Оның орта мектеп Нарылқұлда мектеп-интернатында оқу бітірген. Ақын 1941 жылы шаңырақ көтереді. Ол кезде Мұқағали 18, ал Сәкен Лашын 21 жаста болған. Мұқағали ерекше ақыл, ақ көңіл, ақ жүрек, мейірімді жан болған. Ақынның тұңғыш қызы Ләззат белгілі бір жағдайлармен көз жұмады. Одан кейін 1951 жылы сүйікті қызы Майгүл көлік апатынан қаза табады. Одан кейін 1953 жылы Жұлдыз есімді ұлы, 1958 жылы қызы Алмагүл, 1963 жылы Айбар, 1966 жылы Шолпан есімді балалары дүниеге келген. Алғашқы жырын жинақтары шыққан 33 жаста бәрі. Оның 1964 жыл, 1970 жылдар 8 жыр жинағын жарыққа шығарған. Оның Лич, Мавр, Аққулар ұйықтағанда, Райымбек, Марц, Жан азасы тәрізді тағы да бір қатар поэма, тұлғалар, көркем аудармалары қалдырған. Мұқағалидың суреткерлік таланты сан қырдан жарқырай көрініп, қайталанбас өзіндігінен ұн әкелген өлеңдер мен алғашқы жыр шуақтары айқын аңғарылған дауыспен айқын таралған.